Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Жаңа жыл кезінде папамыздың жұмысынан осындай сумке сыйлыққа келген болатын балдарға. Бұны көп балдар ұстамайды, балдар кіттай, сондықтан осы сумкені мен өзгертемін деп шештім. Осы сумкеден әдемі сумочка шығаратын боламыз. Ең алдымен бұл сумкенің мына жеріндегі клейі алынады. Осы клейді жаймендеп алып тастайтын боламыз. Бұл наклейка жабыстырылған, қолмен жаймендеп алуға болады. Мына жазуды алып болғаннан кейін тігістерін сөгітіп, бүкіл тігістерін ашатын боламыз. Мінекей тігістерін ашып алдық. Енді мына жерде бүктелген, тігілген жері бар. Сол жерден қиып тастаймыз. Өйткені мына жерге тігіс түскен, әдемі болмай қалады. Екеуінен де сөйтіп алып тастаймыз. Ендігі кезекте астыңнан бастап жоғары қарай есептейміз. 28 сантиметр белгілеп аламыз. Және де осы белгілеп алған жерлерімізді қосатын боламыз. Ендігі кезекте төменгі жағынан 5 сантиметр өлшеп аламыз. Екі жағынан да 5 сантиметрден өлшеп аламыз. Және осы 5 сантиметрмен жаңағы 28 өлшенген жерді қосатын боламыз. Ендігі кезекте төменгі бұрышынан 3,3 сантиметр қылып белгілеп аламыз төменгі жағынан. Видеодағыдай істейсіздер. Дәл осылай екінші бетіне де жасап қиып аламыз. Қиған кезде 3,3 сызылған жерді қимаймыз, тек жан жағын ғана қиып аламыз. Мінекей қиып алдық. Ендігі кезекте мына қалған маталарды тастамаймыз. Бұларды қазір баулыққа пайдаланатын боламыз. Осы қиып алған беттерімізге біз флизелиннің қатты түрін жабыстыратын боламыз. Бір-біріне беттестіріп, өтекпен өтектеп жабыстырып аламыз. Мінекей жабыстырып алдық. Енді мына жерде 3,3 сызылған бұрышымызды қиып аламыз. Ендігі кезекте осы жабыстырылған матамыз ашылып кетпес үшін тігетін боламыз. Ол үшін біз бірінші сызықтар жүргізіп аламыз. Әдемілеп сызықтар жүргіземіз. Сол сызықтың бойымен тігіс жүргізетін боламыз.
Енді осы сызықтармен тігіс жүргіземіз. Тігісімізді 5-ке қоямыз. Ендігі кезекте жан-жағын 1-1 сантиметрден белгілейміз. Қалған орталығын 7,5 сантиметрден 4 бөлікке бөліп шығамыз. Бұл белгілеген жерлерімізді қазір өстіп тігіп шығатын боламыз, дәл видеодағыдай. Бұл жерде тікпес бұрын бірінші астарлық матамызды дайындап аламыз. Осы 2 көлемге байланысты қиып аламыз. Дәл осы көлеммен бірге болу керек. Дәл осылай қиып аламыз. Мінекей қиып алдық. Енді дәл бұғанда дәл жаңағыдай белгіс қойдық. Енді осы белгіген жерлерімізді түйреп алатын боламыз. Мінекей түйреп алдық. Енді осы жерлерді тігіспен бастырып шығамыз. Мінекей тігіп алдық. Ендігі кезекте замок орнататын боламыз. Менде үйде бары ақ замок екен, осы замокты орнататын боламын. Дәл видеодағыдай бірінші негізгі бетіне орнатамыз, сосын барып астарлық бетіне орнататын боламыз.
Егер менің видеом ұнап, түсінікті болып жатса, маған тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мінекей замокты орнатып алдық. Тігістерін бір өтекпен басып алсаңыздар болады. Ендігі кезекте жаңа қалдық маталарымызды бір-біріне біріктіріп, ұзын бау жасайтын боламыз. Маған мына жерде 3 бөлігі ғана жеткілікті болды. Сіздер өздеріңіздің ұзындықтарына байланысты аласыздар. Дәл видеодағыдай жасайтын боласыздар. Енді осы баулықты замоктың екі жағына орнататын боламыз. Мінекей бауды екі жағына орнатып, артық жерін қиып тастадым. Ендігі кезекте бөліктерін бір-біріне біріктіретін боламыз. Ең бірінші астардың астыңғы жағынан ашық жер қалдыратын боламыз. Сөмкемізді оң қаратқан кезде осы тесіктен оң қаратамыз. Видеода көргендеріңіздей. Ендігі кезекте астыңғы бөлігін біріктіреміз және екі жандарын біріктіріп шығатын боламыз. Видеода қалай көрсетілген, дәл солай қайталасаңыздар болады. Мінекей жан-жақтарының бәрін тігіп болдық. Енді 4 бұрышын тігетін боламыз. Дәл видеодағыдай ортасын ашып, түзеу бір сызық жүргіземіз.
Неге төрт бұрышын біріктіріп алдық, енді сөмкемізді оң қаратамыз. Енді мына жердегі ішкі астардың ашық жерін тігіп тастайтын боламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осындай кереметтей шағын сумка шықты. Өте әдемі, іші кең, замогы бар, әдемі сумка. Мінекей, өте керемет шықты, әдемі болып. Қыз балаларға ыңғайлы, әдемі сумке. Егер үйлеріңізде осындай сумке болса, өйстіп өзгертіп берсеңіздер болады. Көп айтсам, мынадай сумканы бәрі ұстамайды бірдей деп. Сондықтан әдемі қолға ұстайтын сумке қылып берсеңіздер болады. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.